Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қытайдан кезекті тапсырыс, өте көп күткен тапсырыс болды. Бұл енді қараша айының басында, шамамен 9-10-дарында тапсырыс бердім. Мінекей мына жерде уақыт бар еді, қазір толық көрсетейін. 2016 жылы 11 айдың 11-інде жіберген олар маған, мінекей Джей дейтін өздерінің жеткізу қызметімен. Содан бері мінекей 3 айға жуық уақыт өтті. Мінекей бүгін енді келіп отыр. Бұл тапсырыс енді мен ойладым, жоғалып кеткен шығар, келмейтін шығар деп. Осы қаңтар айының аяғына таман осыған кеткен ақшамды тіпті қайтарып алған болатын. Бірақ енді ол жерде қайтарып алғанда толық қайтарып алған жоқпын. Курс бойынша ұтылдым біраз 5000 теңгедей. Мінекей мына жерде 300, мінекей бағасын көрсеткен. Тура бағасын 339.99, яғни $340. $340 мен алған кезде курс шамамен 340-345 болып тұрды. Ал қазір енді білесіздер, 330-дан да төмен түсіп кетті. Сол себептен маған жаңағы ақшаны қайтарған кезде курстың кесірінен мен енді теңге картамен төледім ғой. Сол теңге картаға қайтып оралған кезде долларларын курстың разницасымен конвертация кезінде 5000 теңгеде ұтылып қалған болатын. Және оған қоймай мен сол JD-дан осы телефонды алуға мен негізі $30 купон болған менде. Негізі мен алған кезде $370 тұрды бұл телефон. Мен $30 купон қолданып $340 алған болатын. Сол енді мен JD-ге жазамын ғой, жаңа тауарларым келмей қалды, маған енді ақшаны қайтарыңдар десем, олар енді сөз жоқ қайтарып берді, бірақ жаңағы осы телефонды алуға кеткен купонды қайтармады. Мен оларға жаздым, курсы жаңа конвертацияның кесірінен біраз ақша ұтылдым. Енді келесі тапсырысқа өздерің берген купондарыңды маған қайтып беріңдер десем, олар бермеді. Бірақ жаңағы $340 қайтарды. Мінекей достар, OnePlus 3 смартфоны бұл. Қытайлық версиясы. Білмеймін, енді өзінің заводской пленкасы ма. Бірінші жерде ашылайын деп тұрған сияқты шамасы. Каналды жиі қарап жүрген болсаңыздар, білетін шығарсыздар. Қыркүйек айында дәл осындай смартфон әніме тапсырыс берген болатын. Біз әлі күнге ұстап жүр. Камерасы керемет деп мақтайды. Өзі жаңа ручной настройкалары бар өзінің. Мінекей комплектісін көрдіңіздер. Мануалы бар, иголкасы бар, инесі шығаратын, және USB Type-C мінекей. Және зарядкасы. Бұл зарядкенде жылдам заряд қолдайды. 2016 жылғы мәлімет бойынша ең жылдам зарядталатын телефон болып есептеледі. Корпусы толықтай металдан істелінген. Алдында мінекей өзінің пленкасы жабыстырылған екен, заводской. Процессор Snapdragon 820, азу 6 гигабайт, өзінің жадысы 64 гигабайт. Камерасы Sony-дің жаңағы топовый камерасы дейді. Осы 2016 жылы Sony IMX 298 13 мегапиксельді камера орнатылған. Оптический және оптикалық және сандық цифрлық стабилизациясы бар. Алдыңғы камерасы 8 мегапиксель. Мінекей осындай керемет телефон. Алдыңғы жағында мінекей мынау сканер. Бұл енді сканер көптеген шолушылар айтып жатыр, ең жылдам сканер деп. Енді жылдамдығында шынымен күмән жоқ, өте жылдам. Бұл енді ұмытпасам Қытай версиясы болу керек. Мінекей мына жерде жазылған OnePlus 3 63000, 664 китайская версия деп жазып қойды. Яғни бұның ішінде мінекей H2OS, яғни гидроген. Негізі бұл халықаралық версияларында жаңағы Oxygen жүреді, ішінде барлық орыс тілі бар. Мына жерде қытайлық версиясы болғандықтан тек қытайша және ағылшын тілдері ғана бар. Мінекей өзінің осындай бір ерекшеліктері бар. Мінекей мына рабочий столы барлығы кішкене өзгешелеу. Мінекей Baidu дейді. Өздерінің мінекей программалары бәрі орнатылған. Мінекей осындай бір керемет телефон. Енді бұл телефон туралы толығырақ ақпарат білгілеріңіз келсе, мына жердегі видеодан көре аласыздар. Жаңағы әніме алған телефонның толық видеосы. Мінекей достар, назарға көргендеріңіз үшін көп рахмет. Видеоны лайк басыңыздар. Арнаға жазылмаған болсаңыздар, арнаға жаздыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.